Ассаламу алейкум қыздар. Бүгін сіздермен iHerb-тан келген заказыммен бөлісемін. Және қандай витаминді қай кезде ішу керек, соны да айта өтемін. Егер де осылай өздеріңіз заказ бергілеріңіз келсе, менің сабағымды қарасаңыздар болады. Осы каналда бар. Каналымда төменде YouTube-тан заказ беру туралы тегін сабағым бар. Соны көріп шықсаңыздар болады. Вау! Алдымен бізде бұл бізде органикалық леденцы, ешқандай краситель, ГМО ештемесі жоқ, таза өнім. Бұның бір плюсы, мына жерде таяқшасы қағаздан жасалған. Балаларға безопасностьқа жақсы, сорып жүргенде тамаққа кіріп кетеді деп уайымдамайсыздар. Біз осыны қолданамыз және тиімді. Келесі бізде легендарный йод. Бұл бізде әртүрлі иммунитет көтеруге, баланың дамуына, тері құрғақшылығына, шаштың түсуіне, кисталардың жойылуына және шаршамай жүруге, ұйқыға бәріне күшті әсер ететін йод. Мен мына жерде екеу заказ бердім. Себебі тез бітіп қалады. Бізде балалар да, өзім де осыны таңертең ішеміз. Өзіме 5 капля, балаларға 3 каплядан беремін. Балаларым біреуі 3-те, біреуі 1,5 жаста. Арналған д3, бұл бізде екінші д3-еміз. Мен қызым сұйықтықтан көрі осындайды тез өзі жеп қояды. Осы жақсы да. Күніне біреу ұмытпайсың, тек бір мезгіл бересің де қоясың. Одан кейін железі, бұл менің балама. Балам менің 1 жастан асты. Тоже сұйық вариантта. Негізі басқа күшті түрлері болды. Именно мен осы түрін алдым. Себебі наличие басқа түрлері болған жоқ мен алатын уақытта. Одан кейін кальций, магний, цинк. Бұл менің өзіме алғаным. Ішінде кальций, магний, цинк үшеуі де бар. Кальций, магнийсіз сіңірілуі жүрмейді. Тек кальций ішіп жүрген болсаңыз, қасына магний қосыңыз. Себебі сіңірілу болмай қалады. Солярий бұл жақсы бренд компаниясы. Сондықтан осыдан бердім. Гемоплекс, бұл бізде қан көтеруге арналған. Бұл біреудің заказы еді. Қанды күшті көтереді. Так, бір таблетка болу керек, қателеспесем. 2 айға жетеді, 60 штук. Омега-3, бұл менің өзіме алғаным. Омега жалпы мидың жұмысын жақсартуға, ұйқының дұрысталуына, ойлау қабілетіне жақсы әсер етеді. Ішіп көрем, результатымен бөлісем. Одан кейін железі, бұл менің қызыма, как конфетки или мармелад сияқты. Железінің осындай түрін алдым. Себебі сұйықтықты, басқалай түрлерін мен қызым ішпейді. Осындай күніне бір таблетка беріп қойып, иммунитет, гемоглобинді көтеруге арналған. Енді жақсы ферма тоже. Көреміз. Одан кейін д3. Бұл тоже пипеткамен түрін алдым. Бұрын бізде бұлай тамызатын түрі болған. Оны бірақ балам тамызып күтіп тұрмайды. Сол үшін мен пипеткамен алдым, оңай ішілу үшін. Одан кейін зубная паста, детский, балаларға арналған. Халал, құрамы таза. Сондықтан алдым. Балаларыма қатты ұнады, иісі күшті, дәмі де приятный екен. Одан кейін мынау щетка, 4-еуіне. Щетканың басы жұмсақ, баланың аузына да кішкентай күшті ыңғайлы.